Әлеуметтік педагогтардың жалақысын көтеру керек, айлықтары шайлыққа жетпейді. Әлеуметтік қызметкерлердің жалақысын көтеру керек, себебі олардың да жалақысы жарытпай отыр. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Әлеуметтік педагогтардың жалақысын көтеру керек, өйткені 117-118 мың теңгеге жүрген мамандардың айлығы шайлығына жетпейтінін мен айтпай-ақ білесіздер. Әлеуметтік қызметкерлердің жалақысын көтеру керек, өйткені ерекше балалармен, қараусыз қалған қариялармен таң атыс кеш батыс айналысатын мамандардың да жалақысы жарытпай отыр. Салдарынан әлеуметтік педагогика саласына да, әлеуметтік қызметкерлердің саласына да жас мамандар келгісі келмейді, өйткені айлық түкке жетпейді қазіргі қымбатшылық заманында. Әрине жанкешті мамандар жұмыс істеп келе жатыр, бірақ біз олар жұмыс істеп жатыр ғой деп, олардың әлеуметтік пакетін қалыптастырмай отыруымызға болмайды. Дәл осы мәселені менің көтеріп жүргенімді білесіздер, дәл осы екі саланың да жалақысын көтеру керек, әлеуметтік пакет қалыптастыру керек деп. Бір күн емес, бір ай емес, қаншама күндер болды. Тіпті әлеуметтік педагогика саласын, әлеуметтік педагогтардың жалақысын көтеру керек деп жүргеніме 2 жылға жуықтап қалды. Әрине, үкіметтегі тиісті ведомстволар біресе ақша жоқ дейді, біресе басқа түрлі сылтау айтады. Бірақ бұлай болмайды. Бюджеттік өтінім де бердім, талаптардыра бердім. Сондықтан біз күресті ары қарай жалғастыра береміз. Себебі IT заман дейміз, роботтар қаптап кетеді десек те, адаммен тікелей жұмыс істейтін әлеуметтік педагогтар, әлеуметтік қызметкерлер, мұндай мамандар біздің елде көп, жалпы тікелей жұмыс істейтін азаматтармен. Оларды ешқандай робот алмастыра алмайды, осыны білуіміз қажет. Енді дәл осы мәселелерді талқылау үшін үкіметке арнайы бардым. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Ғалымқызы Балаевамен кездестім. Бірқатар депутаттар болып бардық. Әр халық қалаулысы өзінде бар проблемаларды айтты. Мен осы әлеуметтік педагогтардың жалақысын көтеру керектігін, әлеуметтік қызметкерлердің жалақысын көтеру керектігін, олардың әлеуметтік пакетін жасау керектігін айттым. Бұйыртса қызу жұмыс ары қарай бұл бағытта жалғасатын болады, өйткені осы үкіметтегі әлеуметтік салаға жауапты вице-премьер. Бұдан бөлек тағы бір маңызды мәселе бар. Ашып айта кетсем, әлеуметтік педагогтарды бос функцияны блогынан БЭК-ке ауыстыруды сұрап отырмыз, ал әлеуметтік қызметкерлердің жалақысын көтеруді сұрап отырмыз, және оларды тұрғын үй кезегіне қоюды, және мынау күтім жөніндегі әлеуметтік қызметкердің де әлеуметтік қызметкер деп атауын ауыстыру туралы ұсыныстарды беріп отырмыз. Өйткені әлеуметтік педагогтар да, әлеуметтік қызметкерлер де жанкешті нағыз азаматтар. Олардың жұмысын мен былтырдан бері аралап көріп жүрмін ғой, 1 жыл болып. Барып көрсеңіздер, көп нәрсені неге басқаша қарай бастайсыздар. Сондықтан да осы екі сала мамандарының жалақысы өте төмен, 117-118 мың теңге дейді. Ана әлеуметтік қызметкерлерді орта шені сол 150 мың теңгенің көлемінде болады. Екі салада да осы орында өте көп. Бұл енді өзінің көтерген мәселелер. Ары қарай айналсамыз, елге есеп беріп қояйық деген. Бұдан бөлек әріптесім Нұргүл Таухан екеуміз Алматы қаласындағы Ақсай ауруханасына күрделі жөндеу керек деп айтып жүрміз. Мына бір Шүкірбай ағам қаршадай ойы, көзі ашық, рухты қазақтың қызына қалдырған пікірі да, ол жерде ол жас буын Тоқаевқа кет, ақшаға тоймайсыңдар, елімді тонап болдыңдар деген наразылығына, талабына, ойына астына былай жазыпты. Сандалма осы күнімізге шүкір дейді. Сол жастарды сандалтып жіберген осы сенің Шүкірбайшылығың, қандығұл қылмыскер ұры қары Назарбаев пен Тоқаевтың Шүкірбай жүйесінің арқасында сен жастарды сандалттың. Шүкірбайлар, көздеріңде, көкіректеріңде соқыр. Сандалсақ, жастар өзімен өзі сандалып отқан жоқ. Сендердің кесірлеріңнен сандалып отыр. 34 жылда елімізді тонатып, жастарымызды сандалтып алды. Теңіз асып, елден безіп, қара жұмыс жасап, құлша өмір сүріп жүр. Арты елде лудаман болып, ұры қары болып, мошенник болып өмір сүріп жатыр. Жастарды сандалтқан сендер, аға буындар. Жаппаңдар жастардың аузын. Аяғына оратылмай, көттеріңді қысып отырыңдар, аға буындылар. Жасасын, болашақ жастардың қолында. Өмір солардікі. Сендер құл болып өтсеңдер, жастар да құл болып өтуге міндетті емес. Кедергі болма, оратылма аяқтына. Жастардың етсіздар десе, өздерің сандалып жүргендерің азда, енді жастардың аузын жапқыларың келеді. Жаппаңдар жастардікі. Дұрыс.
жасасын, жақсы өмір сүруге лайықты. Сен лайықсыз болған шығарсың жақсы өмірге, а олар лайықты.